Шынайы махаббат. Күн нұрыда жалтырап аққан судай жалт етіп өтетте шығады. Жастық өмірде келмеске кетті. Болған оқиға желісімен. Өзімнің балдәурен шағымды еске ала отырып, олардың балалық шағын ойлаймын. 1974 жыл. Бұл өміріміздің шынайы оқиғасы. Қызылту бірлестігіне келдік. Түсе ғой. Қарама. Бір. Артыңа қараушы болма. 2, 3, 4, 5. Аға, мынау қызылту бірлестігі ме? Мен ағамды іздеп жүр едім. Оның аты Йонхуэ. Бұл Қызылту ауылы. Ал бірлестік бұл жерден бір шамалыс. Аға, сен апам тамақ ішсін деп шақырып жатыр. Арман, ойнамайтын болдың ба? Қайда жүрсің? Тамағыңды іш. Қайда шықтың? Апа, мен сырттан бір жабайы баланы жолықтырып қалдым. Жабайы бала дейді? Үсті басы кір қожалақ. Қайда жүр? Тас қоршау жақта. Отыр да тамағыңды же.
Балақай, есімің кім? Үйің қайда? Қарның аш па? Болды, жылама. Біздің үйге жүр. Ашыққан боларсың. Жағдайыңды тамақтанып болған соң айта жатарсың. Жарай ма? Асықпа, түйіліп қаларсың. Бас киіміңді шешіп қойсаңшы. Кір ғой ол. Оның киімін қараңызшы, қараусыз қалған сияқты ғой. Сен қыз бала екенсің ғой. Әнеп әпке? Тағы кімге қысқартып бермексіз? Тамаша, жап-жақсы тігіпсің. Өз киімдеріңізді беріп жүріп тауысатын болдыңыз ғой? Мынау қалған қиындылар. Алыңыз. Рахмет. Балақай, басыңдағы жараға қанша болды? Талай уақыт болды. Дәрігерге қаралдың ба? Қаралғам, бірақ жаза алмаймын деді. Демек отбасың бар болғаны ғой. Балақай, біздің үйде біраз жүре тұр. Жараңды емдеп болған соң ағаңды іздейміз. Жарай ма? Шыда, балақай. Қазір-ақ бітеді. Сәл шыда. Алақай, сен шығып ойнай тұр. Оның жағдайы тым ауыр. Айығып кету екіталай. Шашықпай қалуы да мүмкін. Дәрігер, қанша дегенмен қыз бала ғой. Ақшаның көзіне қарамай емдеу керек.
Басқа бір емханаға апарып қаратпасаңыз, менің қолымнан келер шара жоқ. Бір білерім, аз қаражат кетпейді. Тағы да бұтыңа жіберіп қойдың ба? Менің ішкемімді малмаңдай қылдың. Көрпейінде құрттың. Мен емес. Сен тіпті төсенішіме дейін соғылдың ғой. Болды, шуламаңдар. Ұйқы бересіңдер ме жоқ па? Балалар болды, ұйықтаңдар. Әке, келдіңіз бе? Әке, келдіңіз бе? Әке, сізді қатты сағындық, әке. Сізді сағындық, әке. Жақсысыңдар ма? Жақсымыз. Арман, әкеңнің қолына соғый. Нан сендерге келдім. Мен бөліп берем сендерге. Маған бер. Үрімшіге сиыр айдап кетіп едіңдер ғой. Сапарың сәтті болды ма? Несін сұрайсың? Аман сен оралдым. Соған да шүкір. Әке, сізді сағындым. Мен де сені сағындым. Мына бала кім? Қызыл ту бірлестігіне ағасын іздеп барам деп адасып қалыпты. Өзім мен үйге ертіп келдім. Балақай, үйің бар ма? Ертең өзімде бірлестікке есеп беруге барам. Өзіммен ертіп кетіп, үй ішін іздестіріп қайтайын. Сен оның мысқының қараш. Тым әлсіз. Біздің үйде біраз уақыт жүре тұрса қалай? Арман. Бұл өзіне қылған бала. Оны неге үйге келіп жүрсің? Аш жер ауыз көбейген сайын соншалық қарызға бататынымызды өзің де жақсы білесің. Үйін тауып апарып тастағаннан тынышы жоқ. Ең дұрысы сол. Қалай болғанда да бала ғой. Алғаш келгендегі ұсқынын көрсең ғой. Саған айтайын. Оның мұнда қалғанын мақұлдамайым.
не ойлауым керек? Ол бала расымен қараусыз қалған. Әйтпесе, мұндай жағдайға түспес еді. Қараусыз қалса біз қараймыз. Қанатымыздың астын алған жалғыз бұл емес. Түбегейлі қарсы емеспін. Тек үйде асыранды бала саны 10-нан асып кетті. Кейінгі күнімізді қалай көрмекпіз? Соны ойладың ба? Бір қозы туса, бір түп жусан артық шығады деген. Демек, оның да өз несібесі бар. Екі қолға бір күрек. Еңбектенсек, бәрі де болады. Әнипай, оның шашын көрмейсің бе? Ауруы басқа балаларға жұғады ғой. Жақсы атқа мықты тұяқ қажет. Ол бір қыз баласы. Шашсыз қалай болмақ? Мен оны дәрігерге апарып қаратам. Оның шашын өсіреді екен, бізде балаларды аш қалдырамыз ба енді? Балақай, сен мен осында күте тұр. Мен қазір келем. Сабыр сақтаңдар. Бір-біріңді итермеңдер, қыспаңдар. Кезекке тұрыңыздар. Шек қарын бәріңізге де жетеді. 20-дан аса қой сойылды. Әнипа, не мәселемен келдің? Маған шек қарын тазалайтын жұмыс табыла ма? Қавая. Оның өз тазалаушылар бар. Сойылатын мал саны да шектеулі. Істі саған берсем, басқалар не ойлайды? Бір малдың шек қарнын тазалағанға неше төленеді? Сиырдікіне 5 тиын, ал қойға 3 тиын төлейді. Кешір, Әнипа. Келесі жолы болсын. Кешір. Әй, Әнипа әпке, сіз бе? Жан жетек шамансың ба? Мұнда не қып жүрсіз? Мен... Мына бала... Бұл... Иә, апайға сәлем бер. Бұлай ғой, жан жетекші, әлгі... Менің тұрмыс жағдайымды өзіңде білесің. Қасапханадан шек қарын тазалайтын жұмыс тауып істесем деп едім. Таптыңыз ба енді? Таба алмадым. Әнипа әпке, шаруам бар еді. Мен жүрейін. Балақай, бер кел. Мұнда отыр. Ары қарай ығысыңдар. Жақын отырыңдар. Қайда отыру керектігін балалар өздері біледі. Әркім өзінікін жесін. Әй, әпке.
Мұны не істемексіз? Ылғи сендердің арбаларыңды пайдаланамыз. Несіне әуре болдыңыз? Әпке? Естуімше, сіз бір панасыз қыздың басындағы жарасын көрсетіп жүр екенсіз ғой. Иә, солай, бірақ әлі нәтиже болмай жатыр. Мен сізге айтайын, әпке, бала күнімде менің де басымда жара болған еді. Сонда мал дәрігері емдеп жазып берген болатын. Мал дәрігері? Кел. Кәдімгіде өспін ғой. Жүр тез. Қараңызшы, апай. Қарасаңыз енді. Зайсия. Шашың шығыпты ғой, балақай. Расымен де өсіп шығыпты. Зайсия. Апай. Әке, апам үйде, оның қалмады дейді. Жарайды. Сен үйге бара бер. Жақсы. Балақай, неге ұйықтамай жатырсың? Ағамды сағындым. Жарайды. Ертең ағаңды іздейміз, жарай ма? Ұйықтай ғой, ұйықта. Мен ертең тағы да бөктер жаққа барам. Үрімшіге сиыр айдауым керек. Өнербек!
Балақай, шашыңның шыққанын әке шешең көрсе қуанатын болды ғой, я? Не болды? Неге сөйлемей қалдың? Қысылмай айт. Әр істің бір шешімі болады. Әкемнің өмірден қайтқанына талай болды. Анам қайта тұрмыс құрған соң, ол да былтыр ауырып қайтыс болды. Ағам екеуміз бөтен үйде жүре алмай қашып кеттік. Сіз мені қайтадан сонда апарып тастай ма деп, бұларды айтпаған едім. Маған бала болғың келе ме? Бала болғанымды қалайсыз ба? Қалаймын. Апа! Сайтя! Сайтя! Аға! Сайтя! Аға! Аға! Сайтя! Аға! Сайтя! Шашың шығыпты ғой. Аға! Сен неге сабаққа бармай жүрсің? Осында біраз ақша тауып, сені іздейін деп жүргем. Анипа апам сені үйге алып кетуге келді. Сайтя, сен оны кім дедің? Апа дедім. Сайтя, есіңде болсын. Бізде тек бір ғана өз апамыз бар. Балақай, әзірге мынаны пайдалана тұр. Ақшамыз болғанда жаңасын әперем. Ани папке? Ани папке? Әпке, Жаң жетекші. Жаң жетекші амансың ба? Кел отыр. Жоқ болды. Мен сіздің жұмыс мәселеңізді бір жақты етіп қойдым. Солай ма? Қасапхана сізге келісімін берді. Әрі қанша ішек тазалағыңыз келсе, сонша тазалаңыз. Өзіңіз білесіз. Жақсы болды ғой, рахмет. Бірақ әпке, тағы бір мәселе болып тұр. Я, айт. Нартай. Нартай, жүр. Бұл баланың аты Нартай. Жақында ата-анасы жол апатына ұшырап, тұтас қайтыс болды. Қазір басқада туыстарын іздестірудеміз. Қазір менің үйімде тұрып жатыр. Алайда, мен Үрімжіге оқуға баруым керек еді. Бұл баланы біраз уақыт қарауыңызға ала аласыз ба? Аға, сіз мұны тарта аласыз ба? Домбырамен ән айта аласыз ба? Ал менің әкем айта алады. Апа, тамақ дайын болды ма? Әлі дайын емес, күте тұр. Неге дайын емес? Аштан өлейін деп қалдым. Арман, кел таныстырайын. Оның аты Ваң Юхай, ал ананың аты... Білем, үйде тағы 2 ауыз пайда болды. Арман. Арман.
Әнипа, мынаны осында маған үлестіріп еді. Балаларыңа тамақ жасап берші. Ал. Ал ағай. Рахмет. Әке, аса келдім. Жақсы. Әке, қараңызшы, қалай бола ма? Апа, қашан тамақ жейміз? Аспа, қазір-ақ дайын болады. Дәм тұсынай. Сөзсіз өте дәмді.
Анда саласың. Әкем оны маған әперген. Неменеге аласың? Менікі? Апам маған алдым деген. Апа, тезірек жүріңізші. Ағам Ваң Юнхуэй ағамен төбелесіп жатыр. Төбелеспеңдер, болды, доғарыңдар, қойыңдар. Төбелеспеңдер. Әкем оны маған сатып әперген. Аға, болды, ашуланбаңызшы. Арман, неге төбелес шығарып жатырсың? Әкем әперген аяқ киімді киіп алыпты. Менің аяқ киімім жоқ. Апам маған алдым деген. Апа, расымен де солай ма? Арман, мен әкеңмен ақылдастым. Юнхуэйдің аяқ киімін қараш. Талқаны шығып кетіпті. Киесін енді. Апа, мен де Спартакиадаға қатысамын ғой. Арман, сен ағасың ғой. Ініңе бере ғой. Бар болғаны бір жас үлкенмін. Апа, тамаққа шай ішеміз. Жеуді ғана білесің әйтеуір. Апа, Күш бітіп есейіп қалған екенсің, апа, Аяқ киімді Юнхуэйге бер. Тұрды ал аяқ киімді. алмай. Аласың ба жоқ па? Алмай. Аға, ала салсаңшы. Ол сақал. Кіріңдер ары. Аяқ киімді әпер маған. Әпермейм дедім, әпермейм. Сіз менің туған анамсыз ба өзі? Біреу үшін ана болғаныңызға ештеңе деп жүрген жоқпын. Сөйте тұра мені ұрасыз. Арман. Арманға қол көтеріпсің ғой. Не көрдің? Сол ана бір аяқ киім үшін бе? Есіңде болсын. Бұдан бұлай айдаладағы біреу үшін оған қол көтеруші болма. Сол менің жаныма батпай жүр ғой деймісің? Ол да менің балам. Бар болған олар бір-бірінен кем болмас екен дедім. Осы балалар аш қалмасын деп жүріп, әне, бір бұзауды құрдымға кетірдім. Өзім де соның артында кетуге шақ қалдым. Әкімшілік мені енді қайтып сиырдың маңына жолатпайтын болды. Осың дұрыс па сенің, а? Бала саны 17-ге жетті. Бар тапқанымызды қайсы біріне жеткіземіз? Кім тойып ас ішіп жүр? Бүйте берсе, денсаулықтары не болмақ? Бірақ олардың аш-жалаңаш жүргенін көріп тұрып, далаға тастап кетуге де болмайды ғой. Тойып жемесе де аш қалып жатқан жоқ. Тағы бір амалын табармыз. Қайда кетіп барасың?
жақсы бәже. Мынаны балаларыңа бере ғой. Рахмет, рахмет. Жылама, жылама жаным. Отырсаңыз әже, отырыңыз. Болды, отырмай. Жүрейін. О, Әбибол аға. Шөше бер. Маған мына киімдерді қысқартып ретке келтіріп бересің бе? Тағы да бала асырап алдыңыздар ма? Мәссаған. Ал жақсы, мен кеттім. Иә, жақсы. Қызық. Бұдан не тігуге болады? Түх, мынаны қара. Қалай, ұнай ма? Ұнайды. Нартай ағаның киімі әдемі екен. Маған Йонқай ағамдікі ұнайды. Жоқ, Нартай ағаныкі әдемі. Қара, мынаның екі қалтасы бар екен. Қорықпа, тиіспеймін. Неменеге сонша тартынасың? Сен бізді тастап кетіп қалды екен деп жүрсем. Мен кеттім, сау болыңыз. Жақсы. Апа, сау болыңыз. Сау болыңдар. Апа. Иә. Бүгін Спартакиада болады. Сіз міндетті түрде барыңыз, иә? Қолым босамай жатқанын көріп тұрсың ғой. Балам, менде қайдан уақыт болсын. Апа, келіңізші. Өтінем. Мен кеттім онда. Айтпақшы, әкемді де ерте келіңіз. Қане, барлықтарың дайындалыңдар. Арман аға, алға! Арман аға, алға! Арман аға, алға! 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 Арман аға, алға! 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 Енді 400 метр қашықтыққа жүгіру жарысы басталады. Жылдам, ауыстыр. Не қарап тұрсың? Бол. Дайындалыңдар. Алға! Юнхэй, алға! 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 Алға, Алға! алға, Алға! алға, Юнхэй аға, алға! алға. Бәрекелді. Бәрекелді! Бәрекелді!
Ағам бәрінен бірінші келді. Мен мұндай тамаша сайысты бұрын соңды көрмеппін. Менің балаларымның бәрі талантты. Жүріңдер, үйге қайтайық. Апаларың сендерге дәмділеп жұмыртқа пісіріп береді. Кеттік. О, әби балаға, не бұйымтаймен келдіңіз? Шу шебер, қарызға жұмыртқа бере тұрасың. Қабая, үйде бар болған 8-ақ жұмыртқа тұр. Барын бере тұрш. Жақсы, жарайды. Яңми, үйдегі бар жұмыртқаны берші. Әкем сені тамақ ішеміз деп шақырып жатыр. Ішпейм. Біз бәріміз жұмыртқа жейік деп жатырмыз. Жұмыртқа? Онда сенікі мен жеймін. Отыр. Мақтау керек пе? Әлде жұмыртқа ма? Жұмыртқа! Мен де жейм, жұмыртқа! Мен жұмыртқа жейм. Ақырын абайлыңдар. Бүгін тым кеш боп кетті. Үлгермедім. Ертең демалыс. Сендер апарып берерсіңдер. Апа, ет жегім кеп тұр. Сен не жегің келмей ме? Құрбан айт кезінде жейсіңдер. Жарай ма? Апа, ол мерекеге дейін әлі қаншама уақыт бар? Мына шек қарын дегенің кәдімгідей ауыр екен ғой, а? Осыған дұрысылдап кеттің бе? Апам күнде тасиды. Апам енді үлкен адам ғой. Абайла. Мен шыдай алар емеспін. Маған бір ой келіп тұр. Сендер ет жегілерің келе ме? Ет қайда? Маған лесіңдер. Аға, мұнымыз дұрыс па? Несі дұрыс емес. Бар болғаны бірнеше тілік қана жейміз. Қасапханадағы аға білмейде қалады. Бұл туралы біреуге тіс жарушы болмаңдар. Естідіңдер ме? Айтқан адамның сазайын берем. Саған сенім жоқ. Мына асықтал. Егер бұл әрекетімізді біреуге айтар болсаң, саған күн көрсетпейміз. Туыстарың да келмей қояды.
Құрбан, әлі піскен жоқ қой. Аға, сабыр етіңіз. Алдымен ар жақта өшіріңдер. Жылдам. Аға, мұныңыз не? Ұстамаңдар мені. Барынан айырылдым. Ой бол, сабыр ет. Ағатай, бармаңыз дейм. Жіберіңдер мені. Менің ұстаханам. Енді қайттым, күнімізді немен көрмекпіз. Ағатай, сабыр. Ойыңыз, аға. Жіберіңдер. Туған жерсіз адамның күні жоқ. Алыс кетсең, өз үйіңнің мұржасына дейін сағынасың. Туған жерің түсіңе енеді. Алыстан сені қол бұлғап шақырады. Туған ел мағынасы тереңде жатыр. Vay жарайды. Жарайды балам, жарайды. Жақсы келіскен әнші боп шық балам. Ай, Абибал, өздей боп неғып жатың қол орнынан. Ой, Абибал, сен аттың тағасын сауып бермейтін болсаң, біздің атымыз тағасыз қалды деш Әбиболдың үйінде 11 адам, 21 келіп бер. Жоқ, біздің үйде 19 адам бар. Тіркеу кітапшасында 11 адам көрсетілген. Алып кет. Болды. Бұдан артығы жоқ. Келесі. Гүлзипа, кел. Саған 13 келі. Біздің үйде 11 емес, 19 адам бар. Нартай,
Мә, менікін ал. Кел, Арман, жылдам. Кел. Әнеп әпке, сізді шақырған себебім, үйіңіздегі балалар санының көптігін ескере келе, әкімшілік мына үйді сіздерге берді. Жан жетекші. Айтпақшы, бұдан былай жәрдемақыңызға 2 юан 8 мауа қосып аласыз. Он есепші? Әнеп әпке, міне санап алыңыз. Осы айдағы жәрдемақыңыз 18 юан 8 мауа болды. Рахмет. Оқасы жоқ. Игілігіңізге жаратыңыз. Рахмет саған, жан жетекші. Ай, бері келіңдер. Алдымен дәрет сындырып алыңдар. Әнеп әпке. О, жаң жетекші келді. Жан жетекші, амансың ба? Әнеп әпке, Нартайдың туысы табылды. Оны туысына тапсырайын деп келдім. Алыстау болса да, өз туысы ғой. Әпке, мен сізге басқа жұмыс тауып қойдым. Құлан тауындағы мектепте даяшы қажет. Бұл жерден біраз алыста болғанымен, табысы тәуірлеу ма дегенім ғой. Айлығы 21 юан 6 мауа. Рахмет, рахмет жан жетекші. Білерім, табысы мына жұмысыңыздан тәуір. Рахмет. Мына жұмысыңызда жан жетекші. Мына шек қарын тазалауды осы қыс өткеннен кейін қана басқа біреуге тапсырсаң болмас бекен. Осы жерден өткенде бізге келіп тұр. Жарай ма? Жарайды. Нартай, сау бол, бізге келіп тұр. Сау бол, жақсы. Әнипа! Нұрлан директор.
Кеше көшкін жүріп мектепті басып қалды. Ай, жың жылдас. Мұнда мұнаға. Апай! Жың мырза біздің азаматтық әкімшілік басқармадан. Қал жақсы ма? Болды, жыламаңдар. Әнипа, мұна екі бала жетім. Өзіммен алып кетейін десем, сенсіз ешқайда бармаймыз деп жатыр. Апай, біз сіздің тамақтарыңызды жегіміз келеді. Мен бұларды өзімен алып кетейін. Бұлай болмас. Бәрі де болады. Апам сендерге отырсын деді. Отырыңдар. Ал мына кеселер сендердікі болады. Нартай? Нартай келді! Нартай келді! Нартай! 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 Әке! Апа! Апа! Нартай, Әке! кел, балам, отыр. Отыр. Отыр аға. Сен қалай келдің? Балам, олар сенің осында кеткеніңді біле ме? Балам, мұнда бірде аш, бірде тоқсың. Мен ертең оны туысына апармасам болмас. Әке, маған осы жер ұнайды. Апа, мен сіздің дәмді тамағыңызды сағындым. Мемлекеттік жәрдемақы біраз күннен соң бірақ келеді. Нағашым сенің сырқаттанып қалғаныңды біледі. Ол балалардың біразын сен сауыққанша қарап берейін дейді. Бұған қалай қарайсың? Олардың да жағдайлары мәз емес қой. Оның үстіне тауда, мектептен алыс. Бәрібір де біразын апару керек. Бүйте берсең өзіңді құртасың. Сендердің біразың, апаларың сауыққанша, туысымыздікінде жүре тұруларына тура келіп тұр. Кейін өзім сендерді осында қайта келем.
Жігер. Мұхтар. Дилшат. Ли Зянхуа. Güzel. Zаттарың жинаңдар, кетеміз. Әке, бұдан бұлай ет жеймін деп айтпайым. Әке, бұдан кейін күніне бір-ақ рет тамақтанам. Жарты кесе бола ма? Әке, оларды апармай-ақ қойыңызшы. Кім сендерді жібергелі жатыр? Әке-шешелерің тірі тұрғанда, осы үйдегі 19 баланың аралары ажырамайды. Апа! 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 Болды. Апармаймыз. Ей, сен менің нанымды ұрлап алдың ба? Жоға. Сен немегенде кім енді? Басқа кім ұрлады енді? Мен ұрлаған жоқпын. Аға, олар төбелесіп жатыр. Кім ұрлады деймін, а? Айтқан не? Кім ұрлады? Жібер оны. Жібермеймін. Сендер жүрген бір үйір жабай жетімсіңдер. Кімді жетім деп тұрсың? Әнипа, қой оны. Не боп қалды? Басыңа бәле туды. Үйіңе бар жылдам. Не дейді? Ван Юнхуэй! Юнхуэй! Аға! 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 Нартай, болды, тартпа. Ұйықта. Арман, сен де ұйықта. Болды, қызым, жылама. Ұйықтай ғой. Ұйықта. Арман,
ұйықтасаңшы. Сәл берірек жат, қыспа оны. Апа, оң ен қояғым қашан келеді? Ұйықтай қой. Бәрін ұйықтаңдар. Мына қазан тым кіші. Сендер күте тұрыңдар. Тағы бір қазан пісірейін. Қане, бұлай тұр, мен өзім. Сен астындағысын тер, мен жоғардағыларды терем. Астында қалмаған сияқты. Еңбекпен түзету лагері. Әке, мені көтеріңізші. Ағам шықты. Аға! Юнхуэй! Аға! Юнхуэй! Юнхуэй! Аға! 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 Шықтың ау әйтеуір. Әке! Апа! Апа, мен әлі сіздің балаңызбын ба? Балам, сен қашанда менің баламсың. Әке. Асықпаңдар, тамақ бәріңе жетеді. Кел, саған мына ең үлкен берейін. Балалар, бүгін құрбан айт. Юнхуэй да ортамызға оралды. Әдетте аздан жейтінек, бүгін бір тойып жейтін болдыңдар ау. Апа, тағы бар ма? Апа, өте дәмді болыпты. Бұл тамақтың аты не? Бұның аты жүгері палау. Балалар,
Құрбан айт құтты болсын. Әке апа, құрбан айт құтты болсын. Мынаны саған сақтап қойдым ше. Ер бала көптен жеу керек. Біз бәріміз ер азаматпыз ғой. Иә, біз бәріміз де ер азаматпыз. Жаңа апай, сәлеметсіз бе? Жаңа апай, сәлеметсіз бе? Амансыңдар ма балалар? Үнемі саған ауыртпалығымызды салатын болдық. Қазір ешкімнің де жағдайы мәз емес. Балаларды аш қалдыруға болмайды. Наурыз бред. Мен сияқты жылдам қимылдасаңшы. 1984 жыл. Талай жыл өтті, сен әлі баяу қимылдайсың. Қанша есесек те апамыз сияқты жылдам үзе алмаймыз. Анипатке. Жаңа апай, келіңіз. Жаңа апай, келіңіз. Жаңа апай, төрлетіңіз. Біздің Сайсия тіптен әдем боп барады өзі. Бұрымы да ұзарыпты. Әбибол аға, амансыз ба? Амансың ба? Жан жетекші, біздің үйдің босағасын аттамағаныңа талай болды. Сені өзіміз деп барайын деп жүр едім. Мен жақсы жаңалығыммен келдім. Үкімет жаңа жұмыс орындарын ашып жатыр. Сіздердің отбасыңызға бір орын бөлді. Тамаша, жақсы болды ғой. Жақсы болды. Келіңдер, мынау жүн өндіру цехы, яғни сендердің жұмыс орындарың. Сендер жүздеген адамның ішінен таңдалған мамансыңдар. Апай, кешіріңіз, сізге мұнда кіруге болмайды. Иә. Бер келіп көріңдер. Мынау жүн тазартушы аппарат. Кейін 3 ауысыммен істейсіңдер. Иә, әй қызым, сенің бұрымың тым ұзын екен. Біздің жұмыс талаптарына сай келмейді. Қимасаң болмайды. Ертең таңертең жұмысқа кешікпей келіңдер. Сайсия, не істеп тұрсың? Сайсия. Мұның не? Мұның не, қызым? Апа, әкем екеуіңіз енді бейнет көруге тиіс емессіздер.
Отбасы ауыртпалығын мен де көтеріп, бір жақтарыңызға шығысуым керек. Мен жұмыс істеуге міндеттімін. Апа! Балам, ақыры Бейжіңге барам деп шешім қабылдаған екенсің. Өзіңе абай бол, жарай ма? Әке, менің бар уайымым тек апам екеуіңіз ғана. Әркімнің өз жұмысы бар. Қастарыңызда да ешкім қалмай барады. Балам, оған алаң болма. Бізге Құдай дерт бермесе болды. Әке, қалай ойлайсыз? Мен әнші бола алам ба? Кекештігіңе алаңдайсың ба? Балам, ән жүректің үні. Оған ауыздың қатысы шамалы. Жүрекпен орындай біл. Сонда өнеріңе ештеңе кедергі бола алмайды. Апа. Балам, сен шіңгілден шықтың. Осында әлі келесің. Туған жеріңді әніңе қосуды ұмытпа. Әке. Жолыңдан қалма. Арман баламыз әскерде қайтып жүр екен. Талай уақыттан бері бір хабарын білдіріп үйге хатта жазбады. Әскерде қол тимей жүрген шығар. Айгүлде бой жетті. Әнипал, сонда не ойлағаның бар? Арманға Айгүлді әперу керек. Алтсайсия Жаңзиянға тұрмысқа шықсын. Арман бұл ойыңды біле ме? Оны өзім шешем. Арман оған келсе қояр ма екен? Келіссе де, келіспесе де келіседі. Бір қазаннан ас ішкен балалар қарсы болмауы керек.
Жеміс піссе, тал басында тұрмайды. Балалар өссе, үйде ұстай алмайсың. Оларды алдына отау тігіп шығару керек. Бүгіннен бастап әрі әже, әрі ене боламын. Жүріңдер, жігіттер. Жүріңдер. Қыздар, жігіттер келді, жылдам. Жинастырыңдар, ал дайындалыңдар. Қанеки. Балалар осылай тез ер жетіп, есейіп кетеді деп ойламаппын. Соны айтсаңшы. Мына өзен біздің өміріміздің ағысындай. Сол бір жылдары мен үлкендермен Моңғолиядан туған жерге оралған едім. Қарындас, әке! Сол жылы атанам сауда жасап, Моңғолияға асты. Мен сонда дүниеге келдім. Олардың туған жерін сарғая сағынатыны менің есімде қалыпты. Маған ылғи да туған жердің табиғаты туралы айтатын. Қайтсек те өз еліміз Шіңгілге ораламыз дейтін. Ай, туған жерге оралдық. Шіңгілге келдік. Олар екеуі кетіп еді. Бірақ туған елге отбасынан мен жалғыз оралам деп ойламаппын. Әке шешем мәңгі сонда қалды. Жетім қалған мені сенің отбасың асырап алды. Көзді ашып жұмғанша талай жыл артта қалыпты-ау. Иә, шүкір, әр күніміз кешегісінен тәуір. Қазанның үстіне ешбір зат қоюшы болмаңдар. Кейін балалардың басы жиылса, осы қазанда тамақ жасап ішеді. Үлкен қазанда тамақ жасамағалы бері. Әкем біздің бала күнімізде бәріміз осы дәу қазанда қаумалап тамақ ішетін кезімізді айтатын болды. Әке шешеміздің не ойлайтынын білем. Арман, уақыт тауып осы үйдің шатырын қатайтып қойсаңшы.
Мына қазан менің 19 баламды асырап өсірді. Қазанды қорғайым деп арман опат болды. Бізде ошағың болса, отауың болады дейтін түсінік бар. Екі мың 10 жыл. Нартай, мен әуежайға жеттім. Сен қашан келесің? Қандай маңызды шаруа болсын, кейінге қалдыр. Алло, Юнхуй аға? Құрбан, сен қайда жеттің? Үрімшіге жеттім, пойызға отырайын деп жатырмын. Сені күтпей жүре берем. Қазір барам. Да біз бармыз. Сіз жолдан қалмаңыз. Әкемізге біз жақсылап қараймыз. Құрбан ағам дұрыс айтады. Апа, сіз алаңсыз жүре беріңіз. Сіз бармасаңыз, әкеміздің де көңіліне келер. Бейжіңге сен міндетті түрде баруың керек. Мен шыдаймын. Енді біз назарларыңызды Кейуанаға аударамыз. Ол қандай ана? Оның балалары өте көп. Олар бірге тумаса да, бір шаңырақтың астында бірге есейді. Осындай үлкен шаңырақта ана болу қандай екен? Біз қазір Оргкомитеттің 2009 жылдың Қытайды тебіренткен жыл адамы номинациясын Әнипа анамызға табыс етеміз. Асырап алған балаларын өз перзентінен кем қылмай өсіріп, бәрін қанаттандырды. Панасыз қалған бүлдіршіндерді ана махаббатынан кем қылмай бауырына баса білді. 2009 жылдың Қытайды тебіренткен жыл адамы номинациясының иегері Әнипа Әлмақын. Біздің көгіміздің жұлдызы жарқырады.
Қазан 2013 жыл Шыңжаң Алтай аймағы. Әр ұлттың балалары Әнипа Әлмақын әженің үйіне Шыңжаңның әрбір аймағынан жиналды. Бүгінде көп ұлтты отбасынан 200-ден аса ұрпақ тараған.